Құрметтім, сабақтың негізгі бөліміне де келіп жеттік. Әрі қарай біз әрбір дәріс барысында тереңдей беретін боламыз. Және бұл сабақтың негізгі барысында мен айттым ғой бағана бірінші әлқисасында неғұрлым ұзақ сөйлеп, ұзақ мазаңдалып, ұзақ уақытымды алғым келмеді. Неғұрлым өзіңе деген тереңде жатқан сүйіспеншілікті тауып бергім келді. Сондықтан әрі қарай алдымен ұғынып алайық. Жалпы өзіңе деген махаббат деген не ол? Бүкіл әлем, жалпы соңғы кезде бүкіл Инстаграм өзіңді жақсы көр, өзіңді сүй дегенді дәріптейді, ал оның шынайы мағынасын қалай ұғамыз деген тақырыпқа терең тоқталатын боламын. Біріншіден, біз жалпы адам эгодан тұрамыз, сіздер білесіздер. Біздің эгомыз бар, ол біздің умымыз. Сонымен қатар біздің душамыз бар, мәңгі өлмейтін, біздің чистое сознаниеміз. Сонымен қатар біздің тәніміз бар. Осы тәннің арқасында біз жарық дүниені көріп жүрміз, осы тәннің арқасында өмір сүріп жүрміз. Яғни осылардың барлығы біздің болмысымызды құрайды. Өзіңді жақсы көру үшін қай тұсымыздан бастап жақсы көруіміз керек, неден бастауымыз керек деген сұрақ әлбетте әрбір әйелдің басында туындайды. Енді алдымен осы тақырыпты қазбас бұрын бергі жағындағы әңгімелерді айта кетсем. Ең бірінші, қазіргі уақытта адам өзін бағаламайтын адамды өзгелер де бағаламайды деген түсінік бар. Яғни адам өзінің құрметін, қадірін білмесе, оны айналасы да оның қадірін білмейді, құрметін білмейді дейді. Сондықтан өзіңді бағалау үшін не істеу керек деген тақырыптың төңірегінде самооценка деген әңгіменің басы қылтияды. Соңғы кездерде Инстаграмда болсын, тікелей эфирге шыққан кезде маған Мақпал ханым, айтыңызшы, самооценкамды қалай көтеремін, не істеймін деген сұрақ жиі қойылады. Осы жерде мен самооценканың сіздерге кішкене этаптарын айта кетсем. Біріншіден, біздің душамыз өмірге келген кезде бұған дейін қаншама воплощениеде, қаншама өмір сүрген анық. Яғни белгілі бір мөлшерде біздің душамыз негізгі бір түсініктің, бір тұжырымдардың, бір карманың, яғни мистиктердің айтуынша айналасында осы Мақпал қалпында өмірге келді. Яғни Мақпал чистый разум болып келген жоқ. Оның душасының бұған дейінгі өмір сүргендегі арқалаған қаншама моменттері, қателіктері, осы өмірде алу керек түсініктерінің айналасында жарық дүниеге келді. Одан кейін жарық дүниеге келгеннен кейін мен әке шешемнің отбасында өмір сүрген моментімде айналамнан аға әпкелерім болсын, өскен ортам болсын, мектептегі достарымның тарапынан, бәлкім мұғалімдер тарапынан білместікпен біздің болмысымызға сен түрің онша емес деп кішкентай кезімізде қалжыңдауы мүмкін, сенен салақсың деп айтуы мүмкін аға әпкелеріміз, сенің қолыңнан ештеңе келмейді деп айтуы мүмкін, сен адам болмайсың деп айтуы мүмкін. Әр түрлі, яғни өзімізге байланысты айтылған сыни, білместікпен айтылған пікірлердің барлығы біздің самооценкамызды құрайды. Яғни ол біздің өзімізге деген бағамыз. Қаншалықты біз өзімізді бағалаймыз, қаншалықты біз өзімізді құрметтейміз. Самооценка деген сөз аты айтып тұрғандай самооценивать, өзіңді өзің бағалау. Енді ол бағалардың негізгі баға, мысалға мына құтын алып қарайтын болсаңыз, ол құтынның тең жартысы, өзіңе деген бағаның тең жартысы негізінен сенің айналаңдағы, өскен ортаңдағы адамдардың дауысынан құралады. Сондықтан адамдар осы дауыстардың ішінде негізгі шынайы өзін болмысын таба алмай қалады. Яғни самооценка көтерілу үшін ең бірінші этапта мен бүкіл әйелдер қауымына, жалпы женская энергия сабақтарын өткізіп жүргенде де алдымен осы дауыстарды ажырата біліңіздер дейді. Яғни өзіңізді өзіңіз бақылап, тыңдай бастасаңыз, сіздің ішіңіздегі өзіңізге қатысты бәлкім біреуден естіп алған тұжырымдарыңыз қылтиып судың бетіне шыққан сияқты шыға бастайды. Мәселен, мен онша емеспін, мен ешқашанда қолымнан іс келмейді, тоже самооценка. Мен қартайып бара жатырмын, мен әдемі емеспін, мен пысық емеспін, мен іскер емеспін деген сияқты әр түрлі дауыстар сіздің құлағыңызда, былайша айтқанда сіздің миыңызда орын тепкен. Сіз ол дауыстарға соншалық шындық деп сеніп қалғаныңыз соншалық,
ол дауыстарды кәдімгідей өзіңіздің төріңізге шығарып, миыңыздың төрінде плакатқа іліп қойғасыз. Күн сайын ол дауыстар сіздің құлағыңызға бір іс жасайтын кезде бәлкім сізге менің қолымнан точно келмейді деген дауыс шығады. Или болмаса кез келген әйел айнаға қараған кезде, любой әйел егер аса қатты күтінбейтін әйел болатын болса, білмеймін, түріне зацикленный әйел болатын болса, айнаға қараған кезде мен түрім онша емес болып бара жатыр. Әйелде келетін бірінші жаңағы ішкі дауыс, мен қартайып бара жатқан сияқтымын, или болмаса мен бетіме әжім қаптап кетті, мен түрім онша емес деген дауыс келеді. Яғни өзінің түріне қатысы. Сол сияқты әртүрлі дауыстардың негізгі сіздің ішіңіздегі өзіңізді бағалауға байланысты дауыстарды байқай бастасаңыз. Және осы дауыстарға шындық деп сенбей, ол дауыстарға мүлдем энергия бермей, өміріңізде мән бермеуді үйренсеңіздер екен. Яғни, менің бұған дейінгі сабақтарыма қатысқан болсаңыздар, мен бұған дейінгі сабақтарымда адам осознанностьқа келгенде өзінің белгілі бір мөлшерде запрограммированный екенін, душаның программасы, сіздің әке-шешеңізден, өскен ортаңыздан келген программа, сонымен қатар сіздің коллективный разумның программасы, сіз қандай ұлттансыз, сіздің айналаңызда кімдер бар, қандай менталитет бар, осының аясында сізге белгілі бір мөлшерде тұжырымдар, программалар қалыптасты. Ең сол программалардың ішінде адамның қатты энергиясын жейтін, адамның қатты болашаққа деген сенімін алатын, ол өзіңді жек көру дауысы. Яғни өзіңді бағаламау, өзіңнің іштен мен онша емеспін, мен ақылды емеспін, мен әдемі емеспін, менің қолымнан келмейді, мен қартайып бара жатырмын, өзіне қартайып бара жатырмын деген дауыс менде қатты болған. Сондай дауыстарды сіздер ажырата білсеңіздер екен. Сондықтан мен алғашқы даму этабындағы адамдарға осы дауыстарды естісеңіздер және оған шындық деп сеніп, оған кәдімгідей ойланып, уақытыңызды бөліп, өзіңіздің басыңызда ол дауыстарды кәдімгідей миыңызбен айналдырып, бұл шындық, я расымен де мен сондай болып бара жатырмын деп, оған дем бермеуге шақырамын. Сонымен қатар, ол дауыстардан бөлек, жандарым, сол ең тағы бір ұғатын дүние, яғни осы дауыстардың негізінде бір тұжырым туады. Ол қандай десе, өзіңді жек көру деген тұжырым. Яғни, ана дауыстардың соншалықты көптігі, сенің айналаңда егер саған махаббатын бөлмеген адамдар болған болса, или болмаса өміріңде қандай да бір тәжірибеден, опытпен өткен болатын болса, осының айналасында сен уже өзіңді жек көру деген тұжырымға келесің, сен өзіңді өзің жек көре бастайсың. Өзіңді өзің. Как будто сенің ішіңде тағы бір адам бар сияқты. Өзіңе өзіңнің көңілің толмайды. Өзіңді өзің жақсы көре алмайсың. И адамның негізгі өмір сүруге деген негізгі энергиясын, адамның өмір сүруге деген негізгі құлшынысын, осы өзіңді өзің жек көру, өзіңді өзің онша емессің деп былайша айтқанда бетіңнен шапалақпен ұрып жатсың ғой, сен онша болмадың, сен әдемі болмадың, сен ақылды болмадың, сен басқа адам керексің деп өзіңді сілкілеп жатсың да. Осы сілкілеуді доғарып, өмірдің жаңа кезеңін бастаған кезде ғана сіздердің өмірлеріңіз өзгереді. Өйткені өмірдің өзгеруі өзіңе деген махаббаттан бастау алады. Сондықтан бірінші сабақта сіздерге тапсырма. Бүгін отырып, жаным сол, қағазға өзіңді жек көретін дауыстардың барлығын тізіп жазып шықсаң. Қандай дауыстар бар сенің ішінде? Сенің прям өмір сүруге лайықсыз деп санайтын. Сенің бақытты болуға лайықсыз деп санайтын. Қандай дауыстар бар? Қаншалықты сен ол дауыстарға маңыздылық беріп отырсың? Қаншалық сен ол дауыстарды төбеңе шығарып отырсың? Соның бәрін қағазға ерінбей жазсаң. Мен жалқаумын, мен салақпын, мен үй жинай алмаймын, мен ақша таба алмаймын, мен ақша жинай алмаймын, менің қолымнан ештеңе келмейді, мен әдемі емеспін, мен дұрыс сөйлей алмаймын, тағандай дауыстар бар. Бәлкім, мен семіріп бара жатырмын, мен ешкім жақсы көрмейді, яғни өзіңнің миыңдағы өзіңе қатысты дауыстарды просто анықташы. Өзіңе деген махаббат дәл осы тұстан бастау алады.